Князев. Родина. Родина, то, что нужно, как воздух. Воздух степной и родной. Нет на земле бескрайний простор, чем степи казахский большой. Здесь в вышине орел парит, здесь Казахстан простерся, и сердце радостью горит. Цените ви и гости, я люблю родину свою, зеленые деревья, травы, как поднимая с вышину, не забывая свои нравы, свои традиции, родной язык. Я не забуду никогда, я не забуду материк, и центром Казахстан парит. Мен Күнсветова Насибахан, Қасыржан қызы, оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжінің әлеуметтік жұмыс саласының бірінші курс студентімін. Автор Төрегелді Бекниязов. Тұңғыш президент 1991 жыл тәуелсіздік. Бақ жұлдызы жанғанса, тірліктің сыйы бұйырған, бақыт құсы қонғанса, ұшып келіп қиырдан. Ақбенің қарыны қуаныштан жарылды, жұрт президенттің таныды, тілектес сөз алынды. Жарқыраған маңдайы жігіт еді қазақтың, президент сайлап арнайы келді жаңа азат күн. Тарихта тұңғыш боп президент атанды, ұйыстыратын күш боп халқынан солай баталды. Жігерленіп қуатты, жұмысына кірісті, ерін дағы қуантты, жаңадан бастап игісті. Абиш Аяжан, Оңтүстік Қазақстан индустриялық-инновациялық колледжі әлеуметтік жұмыс бірінші курс студенті. Жұбан Молдағалиев, мен қазақпын. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жөргегімде таныстым мұң тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкіммен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен. Құрсағыма сыйдырам даланы мен. Пәк сәбимін бесікте уілдеген, дәуірлермен құрдаспын данамын мен. Мен Манат Сарқылы, оңтүстік Қазақстан облысы индустриалдық инновациялық колледжінің Пальмира университетінің бірінші курс студенті. Автор Төрегелді Бекниязов. Отаным күн болып нұқиған төбеден, қиналсам өздіктің жебеген, отаным қорғаушым алақан, мейірбан қымбат деген, әрқашан жүректегі сақталып, жатамыз тек алға аттанып, өмірлік саянымда өзінің жүреміз қуанып шаттанып. Тек сенен табамын бақытты, бір сенді таным айтыпты, әлемде тәуелсіз болған сүйемін жырмағын шығатын уақытты. Көп заманда оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжі мамандығы ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану. Автор Виктория Забудина. Родина. Там лазурное небо и снежные горы, бескрайних полей, золотые просторы, закаты, как в сказке, и звездные ночи, рассветы ясные, как красавицы очи. Там вольные ветры и быстрые реки, яркое солнце, широкие степи, Маневштайны, святые озера, илос виноградных, витые узоры. Там свято хранится традиции предков, и люди плохие встречаются редко. Там радость, так радость, беда, не беда. Гостям в каждом доме радость всегда. Там разные нации в мире живут, там ценности, знания и труд. Самое лучшее ты на земле, Родина, матушка, слава тебе. Вы спросите, где это? Я вам отвечу краткой, но убедительной речью. Осы маған ұлы отан, қасиетті жер Қазақстан. Автор Зарина Снежка. Моя родина Казахстан. Вот степь лежит от края и до края. Орел полет в прозрачной синеве. О, Казахстан, страна моя родная, все эти строки только о тебе. О, как прекрасны вольные просторы, орала гладь и волны волноша. Я вас так люблю, реки, степи, горы, места родные, дали берега. Твою историю все знаем и все помним, и как батыры в давние года. Перед тобой голову преклоним и чтить тебя обязуемся всегда. Рассказы деда в памяти всплывают, чабан пасет табуны лошадей, стоит жута, мать песок качает, чтобы усыпить неугомонных малышей. Из старых пор во все века горит очаг под мирным шанраком. Гостеприимство — главная черта, и гость любой становится нам братом. Чего же только не увидишь на столе. Здесь без формат, пауза, мус айран.
Таких вот блюд не встретишь нигде, всегда пока казахский дастархан. О, Казахстан, всегда ты славен тем, неважно кто, башкир, татар, чечен, и русский, Беларусь в стране одной, здесь все живут сплоченной семьей. О, Казахстан, тебя воспеть хочу, достоин ты наград и похвалы, тебя как родину свою люблю, ты дальше процветай и всегда расти.